Сәлеметсіздер ме балалар, бүгін сіздермен қазақ тілі 1-ші бөлімі 3-ші сынып 20-ші сабақта өтетін боламыз. Балалар, бұл сабақта барлық сабақтың жауаптарын айтатын боламын. Сабақтың соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ендеше 20-ші тапсырма балақай өлеңі. Бүлдірген тереміз балақай, алақай, ат жарыс көреміз балақай, алақай, айға ұшып барамыз балақай, алақай, кел ағаш жарамыз балақай, әй атай. Бұл жерде өлең мазмұнына сәйкес келетін қаратпа сөз бар. Сөйлем сызбасын тап делінген. Бізде міне астында берілген 1, 3, 2, 4 деп тұр. Сол 1 дегенге бүлдірген тереміз балақай дейміз, ал 3 дегенге 2 деймізде алақай деп жазатын боламыз. Келесі 6-ші тапсырма сөйлемді қаратпа сөзбен толықтырып жаз делінген. Бізде мұнда көп нүктелер берілген, сол көп нүктенің үстіне сөздер ойластырып жазатын боламыз. 1-ші, аға, мені көшеден өткізіп жіберші. 2-ші, терезені дұрыстап жапшы ақерке. Бұл жерде өздеріңіз басқа да ат жазуларыңызға болады. 3-ші, я балам, оқып жүрсің бе. Келесі бізде 7-ші тапсырма мәтінді түсініп оқы. Кәкеңнің демалысы кезінде әкесі ертең жолға шығамыз балам, тағы да тауға шығып кетпе деді. Қайда барамыз көке? Деді Кәкең. Ауылға барамыз. Бабаңа сәлем беріп батасын алып қайтамыз. Баба деген кім ол көке? Бабаң әкеңнің атасы, атаңның әкесі. Бұл жерде мәтіндегі негізгі ойды анықта, соған байланысты өз ойыңды білдір. Мәтіннен маңызды ойды білдіретін сөйлемді тап делінген. Бізде бұл ауылға барамыз, бабаңа сәлем беріп батасын алып қайтамыз. Бізде маңызды ой. Келесі соңғы бізде шығармашылық үзіліс, яғни 8-ші тапсырма сұхбатты оқып, одан әрі жалғастыр делінген. Ата, ең қымбат нәрсе не? Туған жеріңнен қымбат еш нәрсе жоқ. Неге? Өйткені туған жер бізге өте ыстық. Ол өздеріңіздің туған жерлеріңіз, туып өскен елді мекендеріңіз, ол жерде қаншама керемет естеліктеріңіз бар. Үйдің, ауланың, ауылдың бұрыш-бұрышына дейінгі естеліктеріңіз өте көп. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.